Сәлем баршаңызға. Бүгін күйеуіміз екеуміздің кішкентай арманымызды орындауға жолға шықтық. Сағат 4:20 кетті. Жаңа таң намазын оқып жолға шығып кеттік. Кореяда тұрған кезімізде күйеуіміз екеуміз армандайтынбыз. Қазақстанға қайтсақ, өзіміздің балаларымыз болса, машинамыз болса, ұзақ жолға, туысқандарымызға, Таразға, Шымкентке барсақ деп армандайтынбыз. Кофе алып алып, неше түрлі тәттілер алып алып, ұзақ жол қызық болып сол кезде көрінетін. Сол арманымызды орындауға бүгін жолға шықтық. Бізге ақ жол болсын. Өте әдемі көрініс. Қыздар ұйықтап жатыр. Дала әдемі болып тұр. Салқын ауа, жаңа ғана жаңбыр жауып өтті. Таң ат келе жатыр. Біз осындай ұзақ жолға шыққан кезде міндетті түрде заправкаға кіріп, өзіміз перекустар алып шығамыз. Кофе аламыз, сосын сэндвич аламыз, хот-дог аламыз. Сөйтіп, ұзақ әңгімелесіп, қызық сапарымыздың әр сәтін қызық өткізуге тырысамыз осылай. Алты сағаттық жолдан кейін біз Балқашқа жеттік. Ура! Шомылып шықтық. Сағат 11-ден 1-ге дейін шомылдық. Ары қарай сосын жолға шығып кеттік. Біз көктем дейтін демалыс орнында болдық. Маған қатты ұнады. Таза, су да таза, пляж әдемі, ухоженный екен. Прям күшті жер екен, бізге ұнады. Адам басына бір күнге кіру бағасы 2000 теңге. Машинаға және қосымша 1000 теңге төлейсіздер. Сол жерге келуге кеңес беремін. Көктем деген демалыс орны. Қыздар шомылып, ойнап, қайттан ұйықтап қалды. Мен күйеуімнің нағашыларының үйіне келдік. Күйеуімнің бала кезі, кішкентай балалық шағын барлығы осы үйде өткен екен. Осы үйде енді бір апта боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шымкенттегі күйеуімнің ауылына келдік, нағашыларына. Бүгін сағат 9-да ояндық. Прям күшті болып тұрғы мына жақта. Мына біздің завтрак. Ең лучший отель деген сияқты. Омлет, дыня, күшті, прям таза ауада осындай. Бүгін біздің Шымкенттегі бірінші күніміз. Біз қандай жердеміз, қандай ауылдамыз? Машат. Машат ауылы, мамамыздың ауылына келіп жатырмыз. Осы жақта демаламыз. Бүгін Машатқа барып шомылып келдік. Күшті, суы да күшті екен. Қыздарым ой шомылды. Уже біз 2 күннің ішінде күйіп үлгердік қой. Маған нағыз Шымкенттің вайбын көрсетемін деп бір кафеге алып келді. Мельница деп аталынады. Прям іші күшті екен. Беловод деген жерде, яғни белые воды деген сөзден шыққан ғой. Мына жерде тура судың ортасында кафе салып қойған. Су действительно аппақ болып ағып тұрады, осындай аппақ су. Күшті
күшті екен. Аппақ су. Ал мынандай ғой күшті. Кеше абысын келді. Осы үйде қанша адам жүргенімізді айтамын ба? Үйге машина қоба бар. Ажы үшемші. Қаз. Мынау ма? Мынау? Ол не виноград ба? Не виноград екпесіне не қоямыз деген сол. Мына жерге бопиналарға бассейн істеп шомылдырдық. Күндіз өзенге барып шомылады, кешке мына жерге келіп шомылады. Азанда шомылады. Мына өрік кезінде андай құрамай тұрған кезде ше. Прям көлеңкісі күштет мына жердің бәрі көлеңк болып тұрады. Қарасай уже. Ол бізге дейін болған. Чимкаларға дейін болған ғой. Ich bin ein Panda und mein Jay ist so wie Bambus. Guck, der Passanten vergeht uns tierisch auf die Eier. Darum ist die Tür ritze gut die Bass mit ein Handtuch. Flammen muss. Ломанская. Бар люляма или нема? Баранина бар. Өзіміз пісірген шашлық. Иісі мұндақ бара тұр ғой. Кайф. Мына сиырлардың әдемісін ай. Швейцарский сиырлар сияқты ғой. Біз осы Машат ауылында Ақшатыр деген демалыс орталығына келдік. Мынау Машат өзені. Мына жерде детский бассейн, мына жақта взрослый бассейн. Ауызда пастың шықпыры. Глиш деді ғой. Папасы, баш папаның қасына барып еді. Осындай тапчанда отырдық. Тура мына бассейн жанында. Тамақ заказ беріп, осы жақта бәрін жеп, шомылып, қызық уақыт өткіздік. Бізге өте қатты ұнады. Достар, біз бүгін күні бойы шомылдық, демалыс орында болдық. Енді кешке жақын Түркістанға келдік. Түркістанға келген кезек мендегі ең алғашқы әсерім бір шетелге келгенде сезім болып тұр. Өте әдемі қала екен, прям глаза разбегается. Әр жерге, әр зданияға қарап үлгергім келіп тұрады, прям өте әдемі қала екен. Сіздерге шамам келгенше түсіріп көрсетіп қоям. Арам зам-зам, гули-гули-гули, рам зам-зам. Арам зам-зам, гули-гули-гули, рам зам-зам. Арапик. Изяндерім. Апук. Сұмдық бұсып болатыр мен қыздар.
Караван-сарай деген бұл ойын-сауық орталығы екен. Бұл жерде киім сататын магазиндер, тамақ ішетін орындар, отельге дейін бар. Осы әдемі ашық аспан астындағы магазиндер, кәдімгі торговый центр. Әдемі жасап қойған. Ана мен қызым күлкісі. Мына сырттан қарағанда как будто тақия сияқты көрінеді екен. Но медиа стоит кисеница. Біз Түркістанның ең күшті локацияларын аралауға электрокар жалдадық. Кетімен қосып. Енді сол жаққа кетіп бара жатырмыз. Қазір біз бірінші локация Президентский паркке бара жатырмыз. Бізде бірінші локация Президентский парк. Президентский паркке бара жатырмыз қазір. Біз қазір Президент паркіне келіп жатырмыз. Отчаянная мамочка. Қолында қызым ұйықтап жатыр. Блог түсіріп бөліп жүрмін. Біз қазір Президентский парктегі Шынартөбе деген жерге келдік. Ол жерден осы Түркістан алақандағыдай көрінеді дейді. Почти 80% көрінеді дейді. Қазір көреміз. Я, мен де сөйтіп ойладым жана. Жаңа Шынартөбеге шықтық. Осындай бетті көрінеді екен. Мына жарықта вообще күшті көрінетін шығар. Мына жерде көл бар. Мына жерде искусственный көл жасап қойған ғой. Жасанды көл. Мына жерде жасанды көл жасап қойып. Ал ортасындағы найза жаңағындай Қазақстан жерлерін, елдерін қорғағаны, жаулағанын білдіреді. Жанында ішіне кірсеңіздер, ортасындағы. Шетіне қарасаңыз, батырлардың, хандардың басына кетіп тақпасына ұқсайды. Ал төбесіне дронмен қарайтын болсақ, сәжде жатқан адам киіміне кетірілген. Моншасы восточная баня деп аталған. Адам басы, баня ғой. Адам басына 1400 теңгеден келеді. 2 сағат шомыласыздар. Общий залында хамам, пилинг, бассейн бар. Ал екінші қабатында бүркіттің үстінде отырғызып, онды форматында жаңағы Қазақстан қалаларын айналып шығады. Летающий театр деп аталады. Мына жерде 1001 шам бар екен. Және Япониядан алып келген гүлдер, сакура ағашы бар екен мына жерде. Ал сол жағымыздағы солтүстік Медина қаласынан ал ұлы дала елі орталығы бізге Атырау облысы деген Біз бүгін Шымкенттің атақты тамшы самсасын жедік. Сосын хайванаттар паркіне келіп, қыздарды аралатып, жаңа жануарлармен таныстырдық. Сол ауа райы керемет болды бүгін. Салқын жел соғып тұрды, қаттастық болмады. Сол енді бізді қонаққа шақырған, сол жаққа қарай кетіп бара жатырмыз.
Жігіттер мына жақта тапшанда ұйықтайды. Кальян жасалған. Ана жерде ноутбуктан өз жеріне қызық бір зат қойып алған. Өмір осы кісілердікі енді. бірақ чувство өзі приспешно чувствовать еттім жұмышы. Біз Қарабұлақта чайка деген мороженое сататын будкаға келдік. Прям осы жерде ең тәтті мороженойлар сатады деп алып келдік бізге. Қазір жеміз. Бағаларын қараңдар. Осындай бағалар бар екен ғой Қазақстанда. Біз осындай 5 мороженойды қанша қалдық? 1350 теңгеге алдық. Еще тағы бір мороженое бізге бесплатно берді. На, Жасикова. Кішкентай мороженое. На, чайка деген. Күшті, прям тәтті мороженое. Абысының мамалары қонаққа шақырып еді, соған тәтті картинка жасап жатырмыз. Ан жақта еще фруктовая корзинка істеп қойдық. Бірақ папа өстіп су жоқ. Бағдан? Жұмай мөжейін бар. Тараз. Түріп берейін ба, ес айтсай? Менің қыздарым әр жақта қыдырып жүрем деп мультфильм көрмей, мультиктарын сағынып қалған. Жоқ, Алматы шығу қиын келді баба. Тараздан 520 километр болады Алматы. Астана мен Таразда қалсамыз. Біз Таразда осындай Тұран деген демалыс орнына келдік. Кешкі сағат 9-ға дейін осы Тұран деген демалу орталығында болдық. Күшті болды. Бассейн жылуымен бірге екен. Дала сәл салқын болып кетсе де, біз ыстық бассейнде осы кеш батқанша шомылдық. Осы Тұран деген демалу орталығында осындай үйлері бар екен. Қонып, прям демалуға болады. Мына жерде алмалар өсіп тұр. Прям әдемі таудың етегінде осындай үйлер. Балаларға арналған осындай ойын алаңдары бар. Бассейндерінде сағат түнгі 10-ға дейін шомылуға рұқсат берілген.